Бүгін 16 сабақ. Ад-дарсу садис ашар. Фил матбах, ас үйде. Кітапты астыдағы ссылкадан алып алсаңыздар болады. Кітапты жүктеп алып, кітаппен өткен жақсырақ. Қайталап, жаттап оқисыздар. Бастаймыз. Хәлил матбаху васиун я бәкір. Алдында біз өткен болатынбыз. Хәл бізде сұрақ. Хәлил матбаху васиун я бәкру. Бәкрун деп айтпайды, я бәкру деп айтылады. Яғни өткен ол шақыру нида. Я харф нида, ва бәкру мунада. Кейін бұл қағиданы өтетін боламыз. Хәлил матбаху васиун я бәкру. Кухня кең бе? Яғни ас үй кең бе? Я бәкір деп жатыр. Наам, я al-матбаху васиун ва лаху шурфатун кабиратун. Я, ол жауап береді. Al-матбаху васиун ва лаху шурфатун кабиратун. Я, ас үй кең, және ода кең терраса, яғни балконы бар дейді. Үлкен балконы бар. Шурфатун терраса, балкон дегенге келеді. Лаху деген ода. Лаху. Ол жерде лаху деген мағынасы. Келесі. Вахал хуа қарибун мин хужрати таами. Ол ас үйге жақын ба? Яғни біздерде кухня бар және ас үй бар. Яғни ол, хуа деген ол деген жаңағы кухня матбах айтып жатыр. Мин хужрати таами, ас үйге, ас ішетін үйге жақын ба дейді. Наам, я хуа қарибун мин хужрати таами. Я, ол ас үйге жақын дейді. Мада фил матбахи. Мада не деген сөз. Яғни сұрақ. Сұрақ. Мада. Фил матбахи. Кухняда не бар? Фил матбахи саллажатун о мауқидун кахрабаийюн. Кухняда саллажатун холодильник о мауқидун кахрабаийюн. Электр пеші бар. Ва раффун ли адавати таам. Раффун полка ли адават деген құралдар. Яғни тамақ құралдары бар дейді. Ли дегеніміз алдыңғы сабақта өткен болатын иелік харфы, яғни ненің бір нәрсе иелік етеді. Ли адават, яғни ыдыстардың немесе заттардың, құралдардың деген мағына. Ли адавати таам. Вараффун лил атбақ. Яғни және полка бар. Лил атбақ тәрелкелерге арналған полка бар. Айна саллатул мухмалат. Айна қай жерде? Саллату немесе суллату дейді. Ол шелек. Ал-мухмалат мусор. Яғни мусорны шелек қайда дейді? Айна саллатул мухмалат. Саллатул мухмалат фил матбах. Мусор шелегі кухняда. Тахта хаудил маи. Ракивинаның астында. Хаудил маи ракивина. Тахта деген астында. Хәл фил матбахи бабун иля хужрати таам. Яғни кухняда ас ішетін бөлмені есігі бар ма дейді. Яғни хәл сұрақ. Фил матбахи бабун. Кухняның есігі бар ма? Иля хужрати таам. Ас ішетін бөлмеге. Наам, бар. Фил матбахи бабун иля хужрати таам. Кухняда ас ішетін бөлменің есігі бар дейді. Кәм уәжбатан татанавалу фил йом. Кәм уәжбатан, кәм деген қанша, уәжбатан деген тамақ ішу. Тамақ деп айтса да болады. Қанша тамақ қабылдайсыңдар күніне, яғни қанша рет тамақ ішесіңдер күніне дейді. Татанавалу қабылдау. Фил йом, яғни бір күнде. Атанавалу қабылдаймын. Таласа уәжбатин, яғни 3 рет тамақ ішемін дейді күніне. Фил йоми. Вахия уәжбатул ифтар, таңғас. Хия ол уәжбатул ифтар, таңғас. Фис сабах, яғни таңғас, таңертең. Уәжбатул ғадаи инда захира, және обед, уәжбатул ғада, обед уақыты. Инда захира, яғни түс кезінде. Уәжбатул аша фил маса, және кеште ужин ішеміз дейді. Уәжбатул аша, ол ужин фил маса, кешке. Яғни ас-сабах, таңертең, әл-маса, кеш. Оны өткен болатымыз. Хадис, жақшаның ішінде хадис келді. Нахну қаумун ла нақулу хатта наджуа ва ида акална ла нашбау. Біз, нахну деген біз, қаумун біз
бір қауымбыз. Ла наъкулу, біз жемейміз, хатта наджуа, яғни аш болғанша біз жемейміз дейді. Наъкулу, яғни біз жемейміз. Ла наъкулу, ла деген жоқ деген сөз. Ла наъкулу, біз жемейміз, хатта наджуа, қарнымыз ашпаса біз жемейміз дейді. Сондай қауымбыз біздер дейді. Ва иза акална, иза деген егер деген мағына. Ва иза егер акална жейтін болсақ, біздер акална ла нашбау, онда біз тойып жемейміз дейді. Сондай хадис бар. Бұлардың бәрін әдеде өтетін боламыз. Ішіндегі сөздер ла, нахну, иза деген сөздерді. Келесі әл-калимату әл-жадида. Жаңа сөздер. Шурфатун, терраса, балкон. Ал-ашау, кешкі ас. Әлләзи, ол бір сөзбен сөйлемдерді құрастыратын бір предлог деп айтсақ болады, есім ол. Который деген мағына келеді орыс тілінде. Сәллатун, шелек. Наджуу, аш болу, біз ашпыз. Наджуу, біз. Яджуу, ол аш деген мағына, ол аш болып жатыр деген. Ваджабат, яғни тамақ уақыттары. Кахрабаийюн, электрический. Қауымын, біз қауым, бір топ адамдар. Ас-сабаху, таңертең. Мауқит, пеш. Айнда деген, ол орыс тілінде у деген болады. Мысалы, айндал бәйт, у дома, яғни үйде деген мағынада келеді. Айнда деген сондай бір зарф, есім, у деген мағына келеді. Қасында, жақында деген мағынада қазақ тілінде. Тахта, астында. Әл-адават, ол құралдар. Ал-зухру, зухру уақыт, талтүс. Уәжбату, мана уәжабат деп өткен болатынбыз, яғни уәжбатун, тағам, тамақ жейтін уақыты, яғни порциясы дегенге де келеді. Нашбау, біз тоямыз. Нахну, біз. Нахну, біз. Ана, мен. Анта, сен, ер адам. Анти, сен, әйел адам. Нахну, біз. Яғни алдында өткен болатынбыз, енді нахнуды. Ал-мухмалат, яғни қалдықтар, мусор деген мағына. Хатта деген сөз дейін деген мағына келеді. Пака деген мағынаға ден келеді. Шиен деген сияқты біздің қазақ тілінде. Әл-ғадау, обед. Мада, бұл не деген сөз. Бұл не? Сұрақ. Ида, егер деген. Әл-ифтар, таңғы, яғни ауыз ашу, таңғас. Хаудун, раковина, немесе ваннада келеді. Әлләти, который, яғни. Біздерде әлләзи деген бар, сосын әлләти деген. Әлләзи ертегінде, әлләти әйелтегінде. Әл-мәсау, кеш. Мә дегеніміз не деген сұрақ. Мә деген не деген сөз. Келесі, шин әрпінің 3 харакатта келуі. Шаурун, шаш. Шиблун, арыстан баласы. Шурфатун, террасы, балкон. Ша, ши, шу. Келесі, то әрпінің сөз басында, ортасында, соңында келуі. Табақун, махаттатун, қиттун, мишратун. Сөздерді білесіндер, алдыңғы өткен сабақтарда бар. Келесі жаттығу, тәдрибат, әт-тәдрибіл ауыл, бірінші жаттығу. Мәл әдавату әлләти фил мәдбақ. Мәл әдавату, мә сұрақ, не деген сөз. Әл-әдавату, құралдар. Әлләти деген жаңағыда өткен, әлләти, который деген. Мәл әдавату, әдавату біздерде әйел тегінде болып тұр. Өткен соңында әлиф және тә. Егерде соңында әлиф және тә болатын болса, ол әйел тегінде. Әлләти, солдықтан біз әйел тегіндесін қолданамыз. Әлләти, мәл әдавату, әлләти фил мәдбақ. Яғни аударған кезде ол құралдар, кухнядағы құралдар не дейді. Түсінікті ма? Какие, орысша айтқан кезде, какие приборы в кухне дейді. Мәл әшяу әлләти фил мәдбақ. Яғни қызылмен жазылғанда қайсысы біздерге сәйкес келеді. Соны табамыз. Бірақ біздің жағдайда бәрін оқып шығып, өзіміздің лексиконымызға, өзіміздің сөзімізге қосып практикалаймыз. Мәл әшяу әлләти фил мәдбақ. Кіреберістегі заттар не? Мәл әшяу, егер біз сұрақ қоятын болсақ, мәл әдавату әлләти фил мәдбақ. Кухнядағы заттар не? Мәл әшяу әлләти фил мәдбақ. Кіреберістегі заттар не? Мәл әшяу әлләти ал раффи. Полкідегі заттар не? Деп сұрақ қоямыз. Мәл әдавату әлләти фил мәдбақ. Кухнядағы құралдар не?
Мал ашяу аллати фил матбах, оны өткенбіз. Мал худжрату аллати алал ямин, оң жақтағы бөлме не, қайсысы деген мағына. Мал худжрату аллати алал ясар, сол жақтағы бөлме не ол? Яғни аллати деген ол әйел тегінде қолданылады. Ер тегінде аллази деген ол келеді толық. Келесі сол жағында фил матбахи саллажатун ва мауқидун кахрабаийюн. Сәйкесінше оқимыз. Фил мадхали бисатун ва миндадатун. Кіреберісте палас бар және үстел бар. Алар раффи кутубун ва маджаллатун ва жараиду. Полкіде кітап, журнал және газеттер бар. Фил матбахи саллажатун ва мауқидун кахрабаийюн. Кухняда холодильник және электр пеші бар. Фил матбахи раффут ли адавати таам. Кухняда полк бар. Ли адавати таам. Таамның құралдары үшін деген. Ла әрпі кеп тұр ғой. Ли. Алал ямини хужратун наум. Оң жақта ұйқы бөлмесі бар. Спальня. Алал ясари хужраты таам. Сол жақта ас бөлмесі бар. Түсінікті. Келесі жаттығу тәдрибу сәни. Біздерге үшін ол қатты маңызды емес. Біздер алиф, бә, та, са әріптерін бәрін білеміз және жаза аламыз, оқи аламыз. Және әртүрлі харакаттарда ә, и, у, бә, би, бу, та, ти, ту, са, си, су, жа, жи, жу, ха, хи, ху, ха, хи, ху. Яғни бұл қайталау ретінде. Тәдрибу сәліс ол да сол. Келесі тәдрибу раби, төртінші жаттығуда зәл және ла әріптерін салыстырамыз. Қазір біздер тек қана оның айтылуына, дыбысталуына маңызды назарымызды аударамыз. Мысалы, зәллә, залла, зәлилун, залилун, назирун, назирун, янзуру, янзуру, фадзун, фадзун, шауадзун, шауадзун, тәзлилун, тәзлилун. Яғни зәл ол жіңішке, жуан, зә, зи, зу, за, зи, зу. Түсінікті. Келесі жаттығу тәдрибул хамис. Біздерде араб тілінде ертегі және әйел тегі бар. Кез келген тілде болады ондай. Мударрисун, мударрисатун. Салыстырамыз. Мударрисун, егерде соңында тәл марбута келмейтін болса, бұл ертегінде болады. Егерде ертегінде сөзге тәл марбутаны қоссақ, мына ха секілді әріп, үстінде екі нүктесі бар, соңында келген. Онда ол әйел тегіне ауысады. Мысалы, мударрисун, мұғалім ертегінде. Соны әйел тегі қылу үшін мударрисатун десек, онда әйел мұғалім болып кетеді. Мудайфун, қонақ күтуші, официант. Мудайфатун, қонақ күтуші, официантка, яғни әйел адам. Маридун, ауру, ер адам. Маридатун, әйел адам. Ибнун, ұл бала. Ибнатун, қыз бала. Харисатун, охранник, ер. Харисатун, охранник, әйел. Табибун, дәрігер. Табибатун, дәрігер, әйел. Осфурун, торғай. Осфуратун, әйел тегінде. Кәлбун, ит. Кәлбатун, ұрғашы. Ұрғаш ит. Қиттун, мысық. Қиттатун, әйел тегінде болды. Ғазалун, ғазалатун. Намирун, намиратун. Яғни бұл сабақта біздер ертегінен әйел тегіне қалай аударамыз? Егер де сол ертегіндегі сөзге тәл марбутаны қосатын болсақ, яғни дөңгелек және екі нүктесі бар үстінде, онда ол сөз әйел тегіне ауысады. Демек, ол әйел тегіндегі сөз болып шығады. Ван хадихи деген өткен сабақта өткенбіз, және әллати деген сөздер қолданады. Келесі жаттығу тәдрибу сәдис. Келесі сөздерді музаккар және муаннасын, яғни әйел тегінде. Музаккар ер тегі деген, муаннас әйел тегінде. Салыстырамыз. Яғни соңында тәл марбуты болмаса, ол ер тегі, соңында тәл марбуты болса, ол әйел тегі. Мәдбахун ер тегінде, арикатун әйел тегінде, кубун ер тегінде, захриятун әйел тегінде. Түсінікті, бұның барлығын өздерін жасайсыңдар, және сөздері сендер үшін таныс. Соны қайталап бірнеше рет оқып аламыз. Келесі біздерде тәдрибу сәби, 7-ші жаттығу. Біздерде хәда, бұл ертегінде, хәдихи, бұл әйел тегінде. Және хуа, ол ертегінде, хия, әйел тегінде, ол. Сосын әлләзи, который, сосын әлләти, который, әйел тегінде. Дегенде хәда, хуа, әлләзи, ол ер тегінде қолданады осы үшеуі. Ал хәдихи, хия, әлләти, әйел тегінде қолданады осы үшеуі. Солармен
қазір сөйлем құраймыз. Хада хуа. Бұл ол осы деген мағына. Хада хуа деген мағына. Хадиге хия бұл осы деген мағына. Яғни әйел тегінде және әйел тегінде және ер тегінде. Қазір қараймыз. Ат-табибу аллади фил ияда. Врач, который поликлинике деген мағына. Аллади деген сол, тот деген мағына. Который деген, яғни сол деген мағына. Ат-табибу қазақ тілінде келгенде. Ат-табибу аллади фил ияда. Яғни аллади деп қолданамыз. Мысалы, мән хуа десек, ол кім дейді? Мән аллади жаа. Яғни кто? Тот, который пришел деп айтамыз. Мысалы, аллади деп қолданамыз ол кезде. Қайталамау үшін және ол сөздерді байланыстырушы. Келесі, ал-мударрису аллади амама саббурати. Мұғалім немесе бірнеше мұғалім тұрса, біздер жаңағы тақтаның алдында тұрған мұғалімді айтқымыз келіп тұр. Ол кезде біздер айтамыз ал-мударрису аллади. Мұғалім, который жаңағы не? Тақтаның алдында тұрған. Ал-мударрису аллади амама саббурати. Кім? Яғни немесе ол ал-мударрис аллади амама саббура. Мұғалім, тот, который не? Тақтаның алдында тұр. Содан кейін оған жауап береміз. Хада хуа. Яғни бұл ол деген мағына. Хада хуа ал-мударрису. Яғни ол сол мұғалім амама саббурати. Немесе хада хуа аллади. Немесе хада хуа ал-мударрису аллади юдаррису мысалы фит тарих. Ол сол мұғалім тарихтан беретін деген мағына. Жақты хада хуа хадихи хия деген түсінікті да. Ал-мариду аллади фил ияда. Сол ауру адам поликлиникадағы. Хада хуа ал-мариду. Сол ол ауру адам сол не? Поликлиникада деген мағына. Ал-ибну аллади фил бейт. Хада хуа ал-ибну аллади фил бейт. Ал-харису аллади фил хадиқати. Қалай жалғастырамыз? Хада хуа ал-харису аллади фил хадиқати. Дәл солай ал-мудифу аллади фил таирати. Хада хуа деп қолданамыз. Ал-мудифу аллади фил таирати. Дәл солай әйел тегінде оны өздеріңіздер жалғастырасыздар. Келесі ат-тадрибу самин 8-ші жаттығу әкмел толықтыр дейді. Фил матбахи. Кухняда. Яғни қалай не жазамыз содан кейін? Сөздер жазамыз. Мысалы, саллажатун халадиник, мауқидун кахрабаиюн. Электр пеші бар. Содан кейін не бар? Миндадатун үстел бар. Дәл солай. Саллатул ал-мухмалат фи, яғни мусорный шелек қайда бар? Фи ал-матбах. Кухняда. Адаватул матбахи хия, яғни адаватул матбах. Кухняның құралдары. Хия деген ол. Содан кейін мына жерге жазамыз. Нелер бар? Мысалы, біздер не білеміз біздер? Мысалы, саллажатун болуы мүмкін. Сосын не бар? Мил'ақатун. Сондай сөздерді өзіміз жазып шығамыз. Адават енді ол халдиник адават емес, бірақ мил'ақатун, шаукатун деген секілді сөздер. Фис-сақфи, төбеде не бар біздерде? Мисбахун. Сосын мисбахун. Сосын thurayya. Фил мадхалил байт, үйдің кіре берісінде не бар біздерде? Жазамыз. Оның берісінде бесатун бар, миндадатун бар. Сондай сөздерді өзіміз жазып шығамыз. Келесі жаттығу тадрибу тәси, 9-ші жаттығу. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Хәл фи худжратин номи шурфатун. Яғни хәл фи худжратин номи шурфатун. Ұйқы бөлмесінде терраса, балкон бар ма? Деген мағына. Біз наам, я фи худжратин номи шурфатун деп жауап береміз. Немесе ла деп жауап береміз. Мәл адавату аллати фил матбах. Құралдар, кухнядағы құралдар не? Олар не деген сұрақ? Адавату, ал-адавату аллати фил матбах. Содан кейін не бар біздерде? Жауап береміз. Айнал мауқидул кахрабаию. Электр пеші қайда? Жауап береміз. Ал-мауқидул кахрабаию деп фил матбахи. Хәл фил матбахи раффун лил атбақ. Кухняда тарелкалерге арналған полка бар ма? Кәм уәжбатан ятанавалуха бәкрун фил яум. Бәкір күніне қанша тамақ қабылдайды? Жауап береміз. Ятанавалу бәкрун фил яуми, мысалы, саласу уәжбатин.
түсінікті. Ат-тадриб ал-ашр 10-шы жаттығу. Кауин ситта жумалин мустаинан бил калимат атия. Келесі сөздерді қолданып 6 сөйлем құруымыз керек. Ат-табибу бейтун фи яфхасу қарибун бакрун ал-хараму мин ал-масjid كبيرة حديقة المريض بعيد السوق عن القراءة يكتب حجرات ثلاث деген сөздерді қолданып 6 сөйлем құруымыз керек. Мысалысы міне: Бакрун яктубу фи худжратил қираа. Бакр жазып жатыр. Фи худжратил қираа, яғни оқу залы. Оқу залында жазып жатыр. Дәл солай. Мысалы, ат-табибу қайсы сөзді аламыз? Яфхасу. Кімді? Әл-марида, ауруды. Фи бейти бакрин, бәкірдің үйінде не бар? Соларды жазамыз. Саласу худжрат, 3 бөлмесі бар деп. Дәл солай 6 сөйлемді келесі бос орындарға қойып құрастырамыз. Келесі жаттығу ат-тадриб ал-11, 11-ші жаттығу кауин ал-калимат. Келесі мысалы лам, та, каф, шин, қаф, нун, ба, са, мим, вау әріптері арқылы сөздер құраймыз. Мысалы қандай сөздер бар? Келесі сөздерден саубун, сумун, наумун, қаламун, калбун, қалбун, кутубун, лабанун секілді сөздерді құрастыра аламыз. Дәл солай мына син, ра, айн, мим, сад, дәл, нун, вау, қаф, фа әріптерін құрастыру арқылы сөздер құрастырамыз. Мударрисун, тағы қандай бар? Маридун, дот жоқ, бұл жерде жарайды. Мударрисун, сондай сөздерді құрастырамыз. Келесі ат-тадриб ал-12, 12-ші жаттығу. Біздерде муфрат жекеше және жаму музаккар. Біздерде айттық, жекеше бар дедік, екілік бар дедік және көптік бар дедік. Жекешесін біздер білеміз. Егер жеке бір сөз келсе, ол жеке. Екілікті қалай жасаймыз? Алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Егер де алиф және нунды қосамыз, сол кезде екеу болады. Мударрисун, мударрисани болады. Енді көпше қалай жасаймыз? Егер де сөз ертегінде болатын болса, онда оны жам музаккар аламыз, яғни көпшілік ертегіндегі көпшілік сөз. Егер де ол жағында адаммен байланысты болса, тірі адамдарға байланысты болса, оған вау және нун қосу арқылы біздер оның санын көбейтеміз, яғни жама көпшілік қыламыз. Мысалы, мударрисун, мұғалім. Енді көп мұғалімдер десек, мударрисуна, яғни вау және нунды қосамыз. Мударрисуна. Жаззарун, ет кесуші. Енді көп қалай жасаймыз? Жаззаруна. Хаммалун, грузчик. Хаммалуна. Мудифун, мудифуна. Тайярун, тайяруна. Түсінікті, жама музаккар сәлім деп аталады болса. Ол тек қана тірі адамдарға байланысты ғана болады. Ал енді мысалы китап, дафтар деген секілді оларды жасауға болмайды. Олардың өзінің көпшіліктері бар. Мысалы китабун, кутубун, дафтарун, дафатиру деген секілді. Қаламун, ақламун. Ал егерінде тірі адам болатын болса, ертегінде оны мударрисун, мударрисуна, жаззарун, жаззаруна деп көбейтуге болады. Ал қалай ертегінде дейтін болсақ, ол қазір келесі сабақтар келеді алдыда әлі. Келесі жаттығу ат-тадриб ал-13, 13-ші жаттығу ана, мен. Келесі жаңағыдай жіктеу, яғни мен, сен, ол деген. Мысалы ана, мен, яғни ертегінде де, ертегінде де солай қолданылады. Мысалы ана бакрун, мен бакрмын. Ана дабитун фи, кімсің? Фил матари, яғни көп нүктенің орнына басқа бір сәйкес сөйлем құрастырамыз. Ана дегенді қолданып. Ана бакрун ибну Мухаммад мысалы. Ана дабитун фи ал-матар. Ана табибун фи al-iyada. Ана мударрисун фи al-madrasati. Ана мудифун фи al-tayyara. Ана харисун фи al-hadiqati. Дәл солай. Енді ертегінде сен, анта, сен. Анта тақрау. Анта тақрау егерде мудари, яғни әлде де келеді, ол тақрау сен оқисың. Егерде сен деген кезде біздер алдында өткен сөздер яқрау, яктубу, яжри, ямши деген сөздердің яның орнына таны қоямыз. Тамши, тақрау, тактубу, тақкулу деп. Анта сен дегенде етістіктің алдына таны қоямыз яның орнына. Анта тақрау ал-китаба. Анта мударрисун мысалы. Фил ияд, мударрисун фил мадрасати.
Анта харисун фил хадиқа, анта таакулу таама, анта танаму фил бейти. Жаңағыдай анта деген сөзді қолданып сөйлем қарастырамыз. Енді әйел тегінде әнти, әйел тегінде жаңағыдай ұмытпаймыз, тәл марбутаны қосамыз. Анти мумарридатун, сен медсестрасың. Қай жақта? Фил аядати. Анти табибатун, анти мударрисатун, анти муаллиматун, анти талибатун, анти мысалы кімсің? Хамилатун. Тағы да дәл солай сөйлемдер құрастырамыз. Ал етістік мәселесінде қалай келеміз, оны біздер әлде де өтеміз. Енді нахну, біздер, нахну деген біз. Яғни ертегінде көп қалай жасаймыз? Нахну мударрисуна фил мадрасати. Біздер медреседе мұғалімдеріміз. Мударрисуна, мударрисун біреу, мударрисуна көп. Мысалы мудифун, яғни қонақ күтуші. Нахну мудифуна. Мысалы тағы да қандай бар? Нахну табибуна, яғни атибба негізінде оның жаңағыдай. Нахну мудифуна. Дәл солай нахнумен келтіреміз. Әйел тегінде қалай келтіреміз? Енді қараңыздар. Мумарридатун, табибатун, мударрисатун деген кезде біздер нахну мумарридатун, яғни тәл марбутын орнына алиф және тәні қосамыз. Алиф және тә. Нахну мумарридатун, нахну табибатун, нахну мударрисатун деп пока осылай үйренеміз, бірақ әлде де алдыда ол туралы келеді. Жалпы біздің сабақтың мақсаты қазір белгілі бір кішкене қағидаларды біліп алу арқылы араб тілінде сөйлеп кету бастау, және бізде бір белгілі бір өзіміздің уже түсінік пайда болады. Қалай сөйлейміз, ертегінде қалай айтамыз, әйел тегінде айтамыз. Яғни базовый нәрселерді аламыз, бірақ әлбетте басқа кітаптар арқылы, басқа плейлисттер арқылы біздермен оқи берсеңіздер болады. Иқра уактуб. Келесі жаттығу тәдриб раби ашр, 14-ші жаттығу. Иқра уактуб, оқы және жаз. Бәкрун яджлису алал мақади. Бәкір үстелдің үстінде отыр, яджлису. Ва яқрау фил маджаллати вал жараиди. Және уа деген яқрау оқып жатыр, кітап пен журналдарды оқып жатыр. Вара'a бәкрин мактабун кабирун. Бәкірдің артында үлкен кабинет бар. Ва алал мактаби кутубун касиратун. Кітап неде? Мактапта, кабинетте өте көп, көп кітаптар бар. Кутубун касиратун. Осы сөзді, барлығын сөйлемдерді оқимыз, жаттаймыз және жазамыз осы бос орынға. Және көп оқып, қайталап, басқа да сөйлемдер құрастырып, өзіміз сөйлеп кетуге тырысамыз. Осымен сабағымыз аяқталды.